Сәлем қыздар, бүгін сіздерге өте жұмсақ болып шығатын рогаликиді жасап көрсетемін. Жасалу жолы өте қарапайым, түрі де дәмі де керемет болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер менің видеом ұнаса, каналымның дамуына үлес қосып тіркеле кетіңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Содан соң ерітілген сары май, ашытқы, шекер осыларды қосып, жұмыртқаның ағын да қосамыз. Өйткені сарысын бетіне жағуға алып қоямыз. Жақсылап араластырып алып, алдын ала електен өткізілген ұнды аз-аздан қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Алайда біздің қамырымыз қолға жабыспауы қажет. Аз-аздан қоса отыра жұмсақ қамыр илеңіздер. Осы иленген қамырымызды бетін жауып 1,5 сағат жылы жерде ұстаймыз. 1,5 сағаттан соң осылай біздің қамырымыз көтеріліп ашиды. Енді осы ашыған қамырымызды 3 немесе 4 бөлікке бөліп суалайтын боламыз. Суаланған қамырды 15 минут демалдырып қоямыз. 15 минуттан соң қамырымызды жаятын боламыз. Біздің қамырымыз жұқа жайылмауы қажет, және де қалыңда болмауы керек. Содан соң өздеріңізге ұнаған формада рогаликтерді жасасаңыздар болады. Кішкентай, үлкен, қандай қылып жасағыңыз келеді, солай жасаңыздар. Салмасына мен ештеңе қосқан жоқпын. Сіздер варенье, сгущенка, шоколад не қосқыларыңыз келеді, солай жасасаңыздар өз еріктеріңізде. Осылай барлығын жасап аламыз. Содан соң формаға салып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Бір ас қасық сүт қосып араластырып алып. Содан соң әсемдік үшін күнжіт, мак немесе үйіңізде қайсысы бар, соны пайдалансаңыздар болады. Содан соң қызып тұрған пеште 35-40 минут пісіріп алыңыздар. Осымен біздің рогаликіміз дайын. Сіздермен бірге болған салтанат, назарларыңызға рахмет. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер менің видеом ұнаса, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.